Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама лайк басып, қолдау көрсете отырыңыздар, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен брокколиді қалай дайындау керектігін бөлісетін боламын. Міне мен осындай брокколи капустасын алдым. 300 грамм шықты. Менде әдейілеп сіздер үшін осылай өлшеп қарадым. Бұл капустаны мен осылай бөліктерге бөліп алдым. Өзінің жігімен және үлкендеу болып кеткен бөліктерді тағы да бөліктерге осылай кішірейтіп бөліп шықтым. Осы мен брокколиді осылай қайнап тұрған суға 3 минутқа салып қайнатып аламын. Көп қайнатудың қажеті жоқ. Былжырап пісіп кетудің де біз үшін қажеті шамалы. Тек қана бір 2-3 минут қана осылай қайнатып аламыз да бірден судан шығаратын боламыз. Міне мен қайнап піскен брокколимді мен әуелі сап-салқын, даже мұз қосылған салқын суға осылай саламын. Себебі түсін қайтадан қалпына келіп әдемі сақтайтын болады. Осылай сап-салқын суға салдым. Енді ол салқын судан сүзіп, мен бөлек құрғақ ыдысқа шығарамын брокколиді. Міне мен брокколима 1,5 қасықтай қант салдым. Және жарты қасық, шай қасықпен жарты қасық кристаллик тұзын және кәдімгі тұзды жарты қасық салып, және де уксусты да жарты шай қасық құйдым. Енді осыны мен әбден жақсылап тұрып араластырамын. Міне бұл жалпы біздің міне осы күйінде брокколиміз біздің дайын. Егер ештеңе қосқыңыз келмесе, тап осы күйінде брокколиді 4-5 сағатқа холодильникке қойып алып, сосын пайдаланып жей берсеңіз болады. Мен бірақ бұл жерде тек қана брокколиді емес, қосымша салат жасағым келді. Сондықтан мен осындай перецтің болгар бұрышының сары түрінен әдейі таңдап алдым. Өзім түсі әдемі шығу үшін, және де қиярдың жартысын ғана саламын қосып, және кішілеу помидорды жіңішкелеп осылай кесетін боламын. Осы қазір кескен көкөністерімнің бәрін брокколиге қосып, жақсылап араластырамын. Брокколидің құрамында тұзы, жаңа қанты бәрі жеткілікті. Сондықтан жай ғана араластырып, салат ретінде жей беретін боламын. Дәмі керемет болып шықты. Брокколи қатты піспеген, қытырлап күшті болып тұр. Сіздер де жасап көріңіздер.